егер толық квадраттық теңдеу берілсе, x квадрат, x бос мүше бар. Қалай шешеміз? Шешпестен бұрын бұл теңдеуді коэффициенттеріне қараймыз. Егер қысқартуға болатын жағдай болса, қысқартамыз. Біздің жағдайда 2-ге қысқартуға болады. X квадрат минус 9, x қосылған 20 тең 0 деп қысқартып аламыз. Енді бұл квадрат теңдеуді ары қарата Вет теоремасы бойынша немесе дискриминант табу арқылы шешуге болады. Біздің жағдайда ортаның мүшесін қараймыз, 9-ға тең, бос мүше 20-ға тең, яғни ветке келеді. Яғни қалай? X көбейтілген x 20 деп тұрғанымыз 4 пен 5-тің көбейтіндісі, яғни мына жер минус 9 болғандықтан екеуінің қосындысы минус 9 болу үшін екеуіне минус таңбасын қоямыз. Вет теоремасын қолданудың ең тиімді жолы осы. Екеуін енді сәйкесінше қосамыз. Сонда мына теңдеу қандай түрге келеді? Бұдан шығады x минус 4, x плюс минус 5 тең болады